Армысыздар, құрметті нөмір 5-ші әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының қызмет алушылары және жалпы оқырман қауым. Дауыстап кітап оқу акциясы бойынша сіздерге Бердібек Соқпақбаевтың шешем туралы әңгімесін назарларыңызға ұсынамын. Шешем жайлы. Әкемді алсаң ал Құдай, шешемді қой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой. Халық бұл өлеңді текке шығармаған. Шешелі балада бәрі бар, менде қазір бәрі бар. Үйде түк болмай қалған күнде де шешем мені аштан өлтірмейді. Әйтеуір бірдеңе тауып, өз аузына салмастан менің аузыма тосады. Қыз кезінде шешем көрікті болыпты, орта бойлы, қырмұрын, қызыл шырайлының әдемесі болған ұқсайды. Ал мен ес білгелі ол науқасшаң. Ауру мен жоқшылықты қоса қабаттасып, құры сүлдесі қалған. Отырса тұрса аузынан ойбай түспейді. Соған қарамастан күні кешке қыбыр-жыбыр қимылдаумен болады. Жоқты да бар етіп түтін түтетеді. Біздің үйдегі адамдардың қай-қайсы да шешемді сыйлайтын еді. Ол не айтса сол болады. Біз тату тұратын едік. Айқай-шу жанжал болғанын білмеймін. Момын әкем шешеме дауыс көтеріп қораздана алмайтын. Қайта шешем оған ынжықсың деп ұрсып отырушы еді. Еркектің намысына тиіп, күйініп небір қатал сөздер айтатын. Әкем сонда да былқ етпейтін. Мен оқуға ынталы болдым. Шешем оған қуанатын. Шоқшиып сабақ жазып отырсам, менің жаным үлкейгенде өкіметші болады деп көтермелеп қоятын. Оқыған, ел басқарған қызметте жүрген адамдарды ауыл қазағы өкіметші дейтін. Ал менде арман көп. Бір арманым Сағынбайға ұқсап мұғалім болу, екінші арманым дүкенші болу. Өзге балалар секілді мен жас кезімде де тәттіге құштар едім. Кәмпит түгіл қант қолға оңай түспейді. Дүкенге қант қабымен тұрады. Қанша жемін десе де дүкеншінің еркім. Мен дүкеншіні дүниедегі ең бақытты адам деп есептеймін. Ертеде кешке дейін ол аузы босамай кәмпит жеп тұрмайтынына таңырқаймын. Мен болсам еркімше жер едім. Дүниеде кәмпит жегеннен басқа да қызық бар деп мен ойламаймын. Қолыма 10-20 тиын түссе дүкенге жүгіремін. Бірақ тиын құрғыр біздің қолымызға лотерея ұтысы секілді тым сирек түсетін еді. Бір күні сатылған ағайым маған қант алып же деп бүтін бір сом берді. Бұрын 10 тиын, 20 тиын беретін. Өмірімде тұңғыш рет қағаз ақша ұстауым осы шығар. Әлгінде ауылға арбамен көшпелі дүкен келген. Ауыл совет кеңесінің қасында сауда жасап тұрғанын көрген едім. Жерден жеті қоян таққандай болып, жүгіріп сол араға келейін. Арба жоқ, кетіп қалыпты. Әне кетіп барады деді біреулер. Қос ат жеккен жүрдек арба ауылдан шығып кеткен. Сүмбінің жолымен зымырап барады. Арбада бір қап қант бар, қуа берейін. Жалаң аяқ, жалаң баспын. Екі өкпемді қолыма алып ұшып келем. Арбаны қуып жеттім. Сатушы не боп қалды дегенде аң-таң. Мен ентігіп сөйлей де алмаймын. Тек бір сомды ұсынып. Қант деймін. Дүкенші болуды армандауыма және бір себеп бүтін жақсы киіну үшін. Шешеме де бастан аяқ киімдер алып бермекпін. Және мәсі галош жаңа орамал. Батырханның әйелінің кемзалындай кемзал, жаңа бақыт кемзал. Беркенің әперім деп жарқырап киіп жүрсе екен деп ойлаймын. Бөкпе апам қандай дүкеншімін деп жаман немене. Жүр дүкенге, не бар,
көрсет. Көйлегім тозып кетті, көйлек алып бер. Басыма кимешек алып бер. Әспеттің мәсік алошындай мәсік алош алып бер. Сен дүкенші болғанда кимеген киімді қашан киемін? Немене, аямаймын ба? Бөкпе апамды да бастан аяқ су жаңа киіндірем. Басқа кемпірлер оған қызғанышпен қарайтын болады. Несі бар? Бәрін кигеннің көңілінен шығамын. Осы оқыған әңгіме сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.